Сұрақ. Айтыңызшы, оқиға орнында сіз біреуді ұрдыңыз ба? Жауап: мен Нұрқиясты бір мәрте ұрдым. Үшінші амандасқан жігітті таспен ұрдым. Сұрақ. Айтыңызшы, төбелес басталғанда сіз қайда тұрдыңыз, қайда қаштыңыз, өз маршрутыңызды сызбаға сызып көрсете бере аласыз ба? Жауап: иә, сызып бере аламын. Ескертпе сызба өз қолмен сызылады. Сұрақ. Айтыңызшы, оқиға орнында Нұрқиястың әрекеттерін айтып бере аласыз ба? Қолынан бірдеңе көрдіңіз бе? Жауап: қолынан пышақ көрдім, жылтыр жүзін көрдім. Мені екі сермеп пышақ тағысы келді. Ахметті ұрып талдырды. Басын жарып тастады. Видеодан Нұрқиястың қолында мылтық болғанын көрдім. Менің құйымшағымнан бір мәрте пышақ сұғып алды. Сұрақ. Айтыңызшы, оқиға орнында Нұрболдың әрекеттерін айтып бере аласыз ба? Қолынан бірдеңе көрдіңіз бе? Жауап: дүкеннің бұрышында Абзал менің аяғымнан тартып құлатты. Сол кезде Нұрбол мені ұрды. Соққысы көзімнен тиді. Осы жерде Нұрболдың қолында пышақ болды. Қаржаубай айтқан, оның жеңінде пышақ бар деп. Сұрақ. Айтыңызшы, оқиға орнында Шыңғыстың әрекеттерін айтып бере аласыз ба? Қолынан бірдеңе көрдіңіз бе? Жауап: Шыңғыстың қолында пышақ болды. Маған қарай пышақпен сермеді, бірақ мен өткізіп жібердім. Видеодан көргенім бойынша ол Шерзаттың шекесінен пышақпен ұрғылап жатқан. Мені сол жерде шеке тұсынан аяқпен тепті. Сұрақ. Айтыңызшы, оқиға орнында Дарханның әрекеттерін айтып бере аласыз ба? Қолынан бірдеңе көрдіңіз бе? Жауап: қолында не болғаны есімде жоқ, ал дүкеннің бұрышында маған қарай жүгіріп келе жатқанда көргенмін, одан кейін көрген жоқпын. Сұрақ. Айтыңызшы, оқиға орнында Абзалдың әрекеттерін айтып бере аласыз ба? Қолынан бірдеңе көрдіңіз бе? Жауап: Абзал маған пышақпен екі мәрте дене жарақатын келтірді. Менің үстіме шығып алып, ұрып-соғып тепкіледі. Менің ойымша, не Нұрқияс, не Абзал екеуінің біреуі Шерзатқа пышақ тығып алды. Себебі екеуі маған қарай атылды. Сол кезде Шерзат мені құшақтады. Сол уақытта осы екеуінің біреуі маған пышақ тығамын деп Шерзатқа тығып алды. Сұрақ. Айтыңызшы, оқиға орнында екі қыздың әрекеттерін айтып бере аласыз ба? Қолынан бірдеңе көрдіңіз бе? Жауап: осы екі қыз Қаржаубайды дүкеннен шығуына кедергі жасады. Осы екі қыздың біреуі Мерседес Кабан маркалы автокөліктің артқы сол жақ есігін ашып, бір жылтыр нәрсені алып беріп жатқанын көрдім. Ал ол адам менімен төбелесейін деп тұрған Нұрқиясқа пышақ берді. Сол кезде Нұрқиястың қолында пышақ пайда болды. Басқа әрекеттерін байқаған жоқпын.